YouTube'да қалай атақты болуға болады, қалай көптеген жазушылар санын жинайды, не түсіру керек, қандай камера немесе микрофон керек. Егерде сіздерде осындай сұрақтар болса, онда сіз дейтін дұрыс видеоға кірдіңіз, өйткені ол сұрақтарға жауап беретін мен боламын. Менің атым Нұрлан Қалам, және менің YouTube'да біршама жылдық тәжірибем бар. Мысалы, менің 250 мыңдай жазылушы саны жеткен арнам бар. Қалай мен осындай жетістікке жеттім және не істедім осындай жазылушы болу үшін, соның бәрін бүгінгі видеода айтатын боламыз. Біріншіден, YouTube'ты бастау керек. Я білем, бұл оңай естіледі, бірақ негізінде адамдарда көптеген проблемалар болуы мүмкін. Сенімділік болмауы мүмкін, идея болмауы мүмкін, түрі ұнамауы мүмкін, дауысы ұнамауы мүмкін, көптеген проблемалар жетеді. Сіздерге айтарым, егерде сіз видео түсіргіңіз келсе, онда міндетті түрде бастаңыз. Я білем, сізде тәжірибе аз, сізде жақсы камера жоқ шығар, сізде жақсы микрофон жоқ шығар, бірақ сонда да бастаңыз. Уақытымен барлығын үйренесіз. Ойламаңыз, сіздің бірінші видеоңыз топ ютуберлер сияқты мықты болу керек деп. Сіз бірінші рет бастап жатсыз, сол себепті өзіңізге шанс беріңіз және өзіңізге қатты қинамаңыз және сынамаңыз. Жай ғана түсіріп көріңіз, егерде ұнаса, әрі қарай дами беріңіз. Екіншіден, сапалы камера, сапалы микрофон деген заттарға қатты мән бермеңіз. Егер сіз тек бастап жатсаңыз, сізге телефонның камерасы да жетеді. Өйткені YouTube'да сізді ешқашан качество үшін көрмейді. Өз басым тексеріп көрдім. Мен мысалы басында YouTube'ға келгенде осындай жаман качествомен түсірген болатынмын. Қараңыздаршы, вебканың сапасы өте төмен, ал ойын болса қатып жатыр. Бірақ сонда да осы мен видеоларым көптеген қаралып жинаған болатын. Бұл сіздерге шынымен де дәлел. Сол себепті қиналмаңыз және бар затпен түсіріп көріңіз. Үшіншіден, видеоларды жиі шығарып тұрыңыз. Я, бұл өте маңызды заттардың бірі. Егерде сіз бір видео шығарып, одан кейін 1-2 айға жоғалып кететін болсаңыз, сізге онда даму өте қиын болады. Неге деп сіздер сұрап отқан боларсыздар? Өздеріңізде ойлап қараңыз. YouTube деген бұл үлкен платформа. Мұнда көптеген авторлар өздерінің видеоларымен бөлісіп отырады. Егер адамдар сізден видеоларды жиі көрмейтін болса, бәлкім олар сізді ұмытып кетуі әбден мүмкін. Сіздің арнаңыздағы статистика жайлап түсіп бастайды. Активность деген зат өте маңызды. YouTube'та адамдар 100 деген арнаға жазылып, олардың видеоларын көріп отыруы мүмкін. Сіздікі егер өте сирек шығатын болса, олар сіздің шыққан видеоларыңызды байқамай қалуы мүмкін. YouTube'ның өзі де авторлардың видеоларды жиі шығарып отырғанын қалайды, өйткені олар солай ақша жасайды. Сіздің көрермендеріңіз видеоларыңыздың жиі шығып отырғанын көрсе, сіздің арнаңызды жиі қарап бастауы мүмкін. Ал YouTube болса видеоларыңызды рекомендацияға шығарады. Сонымен қатар, егерде сіздің арнаңызда көп видео болса, 10 видеоның біреуі жақсы өтіп кетуі мүмкін. Ал егер аз видео болса, видеолардың өтіп кету шансы да азаяды. Сол себепті контентті жиі шығарып тұруға тырысыңыз. Аптасына 1-2 видео болса керемет. Ал егер сіздің контентіңіз өте қиын болса, онда аптасына 1 видеода жақсы. Төртіншіден, эксперимент жасаудан қорықпаңыз. YouTube'да адамдар әртүрлі жанрда контент жасайды. Егерде сіздің видеоларыңыз бір жанрда өтпей жатса, сіз дейтін басқа жанрда түсіріп көре аласыз. Қайдан білесіз? Бәлкім сіздің летсплейларыңыз емес, влогтарыңыз адамдарға көбірек ұнап қалар. Сол себепті барлық контентті түсіріп көріңіз, сол кезде біреу осыны өтіп кетеді. Өтіп кеткен контентті сіз арғадай жалғастыра беретін болсаңыз, онда сіздің каналыңыз 100% дамиды. Бесіншіден, берілмеңіз. Я, бұл дейтін креативті естілмейтін шығар, бірақ бұл дейтін өте маңызды заттардың бірі. Өйткені көпшілік ютуберлер басын жақсы бастап, кейін арналарын тастап кетіп жатырады. Айтқанымдай, бір формат өтпей жатса, онда екінші форматқа көшіп кетіңіз. Немесе сол өтпей жатқан контентіңізді, форматыңызды кішкене ауыстыруыңызға болады. Жақсартыңыз, бірдеңесін ауыстырыңыз, сол кезде бәлкім өтіп кетеді. Бұл дейтін достар, YouTube болғасын, сіздің видеоңыз әр уақытта дамып кетуі мүмкін. Оны мен де білмеймін, достар, сіздер де білмеуі мүмкін. Сіздер, менде де сондай кездер өте көп болған. Видеоны саласың, ойламайсың, ол просмотр жинайды деп, бірақ бац, бір уақытта просмотр көп болып кетуі мүмкін. Сол себепті көріңіз, берілмеңіз. Тек қана өздеріңізге сеніңіздер және берілмеңіз.